Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен бірге Зеретока. Біз көше қыз атты бөлімімізді жалғастыратын боламыз. Ал сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Көше қыз кетіп қалғаннан кейін патша көше қызды ұстауға бұйырады, және оның қызметшілері көше қыздың артынан кетеді. Көше қыздың достары көше қызды құтқарып қалады. Ал патшаның қызметкерлері көше қызды ұстай алмай, қайтадан сарайға қайтады. Сағат тілі 12-ден асып кеткеннен кейін көше қыз бастапқы қалпына қайтып келеді. Қызметшілер көше қызды ұстай алмағаннан кейін патшаның оң қолы қатты ашуланады. Көше қыздың достары көше қыздан бал кешінде не болғанын, қалай болғанын барлығын сұрайды, және көше қыз оларға айтып береді. Көше қыз оларға ханзадамен билеген және сөйлескенін айтады, және өзінің бір хрусталь туфлиін жоғалтқанын да айтады. Бал кешіне сіңілдері мен өгей анасы келеді. Оларды мүлдем көңіл-күйі жоқ болады. Және өгей анасы келе салысымен көше қызға ұрса бастайды. Көше қыз, сен мен тапсырып кеткен тірліктердің барын істеп қойдың ба? Сен әлі істеп жатқан сияқтысың ғой. Көше қыз, мен саған сөйлеп тұрмын. Ой, кешіріңіз, мен сізді байқамай қалдым. Иә, мен барлық тірліктерді істеп қойдым. Кезде Анастасия көше қызға қарап сөйлейді. Көше қыз, сенің бармағаны әрине өкінішті, бірақ білесің бе, ханзада маған қалай күліп қарағанын. Жоқ, Анастасия, сен мүлдем олай өтірік айтпа. Ол саған тіпті қараған да жоқ. Ол маған қараған еді. Түсіндің бе? Ол саған мүлдем қараған да жоқ. Сол кезде көше қыз жай ғана жымиып күліп тұрды. Леди Тремейн екі қызының осы айна сөйлесіп отқан ұнатпай, оларға ұрсып береді. Таң атқан еді. Таңда леди Тремейн қыздарын жинап алып, маңызды хабар айтты. Кеше ханзада бір қызбен танысқан екен, және ол қыз туралы мүлдем ақпарат жоқ екен. Содан кейін сол қыздың хрусталь туфлиі түсіп қалған екен. Егер кімнің аяғына сол хрусталь туфли болатын болса, сол ханзаданың жары болады екен. Осы хабарды айтқаннан кейін леди Тремейн көше қызға қарады. Көше қыз біртүрлі қуанып тұрды. Кейін оның қыздары қуанып қашан келетінін сұрады, және леди Тремейн бүгін келетінін айтты. Енді сол кісілердің келетін уақыты жақындап қалғанын айтып, қыздарын жайғастырып отырғызып қойды. Содан кейін леди Тремейн көше қызға қарады. Көше қыз қуанып жүрді, және ол басқа бөлмеге кетіп қалды. Кейін леди Тремейн көше қыздың артынан кетті. Көше қыз әндетіп тұрғанда леди Тремейн оның әнін мұқият тыңдады. Көше қыздың әнінде сол кеш туралы, және сол қыз көше қыз екенін леди Тремейн түсінді. Кейін леди Тремейн көше қыздың қасына барды. Көше қыз, кешегі кеш қалай өтті, саған ұнады ма, ханзадамен билеген? Сол кезде көше қыз шошып кетеді, қалай леди Тремейннің біліп қойғанына таңғалып. Сосын леди Тремейн өзі мойнында кілтті алып, есікті құлттап кетіп қалады. Көше қыз сол құлттанған бөлмеде қалып қояды, және жылай бастайды. Кейін көше қыздың досы ұшып келеді. Кейін көше қыз оны көріп қуанып кетеді.
Содан кейін күлше қыз не болғанын айтып береді. Леди Тремейннің қамап кеткенін айтады және сол кілт Леди Тремейннің мойнында екенін айтады. Кейін күлше қыздың досы басында ашуланады. Кейін күлше қызды міндетті түрде құтқарып алатынын айтады және басқа достарына айтуға кетеді. Кейін ол барлығын айтады. Және олар жоспар құрады. Басында олар бірден Леди Тремейннің мойнындағы кілтті алмақшы болады. Бірақ Леди Тремейннің мысығы Люцифер оларға мүлдем жол бермейді. Әлгі кісілер келгеннен кейін ол Леди Тремей өздерінің қыздарын көрсетеді және патшаның оң қолы басқа қыз жоқ па деп сұрайды. Ал Леди Тремейн басқа қыз жоқ екенін айтады. Содан кейін тез киіп көрсін деп айтады. Кейін аяқ киімді киюді бастайды. Люцифер олардың қасынан мүлдем кетпейді. Леди Тремейн оларға кедергі жасамау үшін шетке қашып тұрады. Сосын Люциферге басқа жаққа баруын сұрайды. Содан кейін күлше қыздың достары Леди Тремейннің мойнында кілтті алуға кіріседі. Леди Тремейннің мойнынан бүлдіртпек кілтті алып кетеді. Содан кейін кілтті Бруноға береді. Бруно есікті ашады. Кейін күлше қызды көреді. Ал ол сәтте Дризелаға хрусталь туфлиін кигізіп жатқан болады. Бірақ ол туфли мүлдем сыймайды. Содан кейін Дризела сен дұрыс кигізбейсің деп ашуланады. Кейін екінші кезек Анастасияда. Анастасияға да кигізіп көреді. Бірақ бәрібір хрусталь туфли сыймайды. Содан кейін Леди Тремей мен Анастасия ашуланып, сен дұрыс кигізбейсің деп ұрсып кетеді. Сосын ақыры хрусталь туфли болмағандықтан олар кетейін деп жатқан еді. Содан кейін күлше қыз олардан кетейін деп жатқанын көріп, жүгіріп шығады. Кейін тағы да бір қыз бар екенін көріп, оған да хрусталь туфлиін кигізіп көреді. Және сол хрусталь туфли күлше қызға болады. Кейін күлше қыз ханзадамен бірге бақытты өмір сүреді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.